Ислам дінінде әйелдің орны отбасы, ошақ қасы деп түсінетіндер аз емес. Көптеген араб елдеріндегі әйелдің мүшкіл жағдайы, яғни тұмшаланып, еркіндіктен толық айырылған мысалдарды көріп те, естіп те жүрміз. Әйелдердің еркіндігі шектелмеген қоғамда өмір сүрсек те, әйел адамының мешітте имам болғаны көзімізге елестете алмаймыз. Ал әйелдердің муфти болуы тіпті ертегі секілді. Бірақ қазіргі уақытта мүмкін емес нәрсе жоқ. Сәлем, менің атым Сәнім. Ақпараттық танымдық білесіз бе YouTube арнасына қош келдіңіздер. Егер арнама жазылмаған болсаңыздар, дәл қазір жазылып қойыңыздар. Әлемнің барлық қызығы мен шыжығын еш бүкпесіз баяндап келемін. Бүгінгі тақырып та ерекше. Ислам дініндегі әйел имамдар мен тіпті әйел муфтилер. Ал біз бастадық. Ислами әлемде әйелдің құқықтары еркектен артық болмаса кем емес. Жұмақтың кілті ананның табанының астында деген пайғамбардың сөзі осыған дәлел. Десек те, көп ислам елдерінде әйелдің имам болуы мүмкін емес. Себебі имам немесе муфти деген бірінші кезекте басшылық лауазымдар. Ал әйелдер нәзік, сезімтал және әлсіз болғандықтан басшы болуға жарамайды деген түсінік бар. Сонымен қатар пайғамбардың әйел басқарған ел берекелі болмайды деген сөздері бар. Алайда әйел адамының имам немесе муфти болуына тікелей тыйым жоқ. Қытай елінде ислам дінін жаңарту мақсатындағы реформалар осыдан 100 жыл бұрын басталды. Мұсылмандар көп тұратын өңірлерде әйелдерді жаппай білімге тартып, еркек пен әйел құқықтарын теңестіре бастаған. Билікке коммунистер келген соң реформалар қарқыны жылдамдады. Алғашқы әйел имамдар Қытайдың орталығы мен шығысын мекендейтін мұсылман дүнген халқында пайда болған. Қазіргі таңда дүнгендердің 4000 мешітінің тең жартысын әйел имамдар басқарады екен. Дүнгендік әйел имамдардың саны 100-ге жуық болса, әйел молдалардың саны 6000-нан асты. Мысалы, Кайфэй қаласындағы 16 мешіттің 5-еуін ғана еркек имам басқарады. Ал қалған 11 мешіттің имамдары әйелдер. Әйел имамдар еркектермен тең уағыз айтады, сонымен қатар жұма намаз басқарады. Алайда әйелдерге жаназа шығаруға тыйым салынған. Оған қоса әйелдерге имам болу ақшалай жағынан да өте тыйымды. Мысалы, еркек имамдардың жалақысы шамамен $50 болса, әйел имамның жалақысы өте жоғары, $170-200 құрайды. Ал әйел молдалар $70-80 жалақы алады. Осы себептен діни басқармада әйелдердің саны жылдан жылға артуда. Бұл әйелдің есімі Сейран Атеш, ұлты түрік. 2009 жылы Берлин қаласында Ибн Рушд және Гёте мешітін ашып, өзі сол мешіттің имамы болды. Бұл мешіттің ерекшелігі әйелдер мен еркектер намазды бірге оқиды. Бөлектену қажет емес. Сонымен қатар әйелдерге орамал тағып тұмшалануға болмайды. Имам Сейран Атеш заманауи либералды исламды дәріптейді. Сондықтан мешітінде намаз оқуға ЛГБТ өкілдерін, яғни гейлер мен лесбияндарды кіргізеді. Тіпті олардың некесінде қияды. Қазіргі таңда Сейран Атештің жамағаты артып, Германияда 15 шақты осындай мешіт ашылған. Әдеміше келген бұл қыздың есімі Асма Пхуль. Лондондық инклюзивті мешітінің имамы. Имамдықтан бөлек ауруханада дәрігер болып жұмыс істейді. Асма имам мешітте уағыздар айтып, кәдімгі намаздан бөлек жұма намазды да басқарады. Сонымен қатар қайтыс болғандардың жаназасын да шығарады екен. Неке қияды. Яғни қарапайым мұсылман жұптардың ғана емес, ЛГБТ өкілдерінің де некесін қиятын имам. Алғашқыда британдық мұсылмандар қарсылық білдіргенімен, уақыт өте көнуге тура келді. Ислам басшылығында әйелдердің саны артып, нәтижесінде 2021 жылдың қаңтар айында Ұлыбритания мұсылмандар одағының муфтиі болып 29 жасар Зара Мұхаммед тағайындалды. Билікке Ханзада Мұхаммед ибн Салман келгелі, Сауд Арабиясы қарқынды заманауилыққа бет алды. Елде әйелдердің құқықтары артып, жұмыс істеуге, көлік жүргізуге, тіпті мемлекеттік жұмыс атқаруға рұқсат етілді.
Оған қоса, Сауд Арабиясының мәжілісі әйелдерге муфти болуға рұқсат берсе, жоғарғы діни кеңес болса, әйел муфтилерге пәтуа шығаруға болатындығын жариялады. Бірақ әйел муфтилердің пәтуалары тек әйелдерге қатысты болуы керек. Ал мына қара хижаб киген әйелдің есімі Шейх Наима, Біріккен Араб Әмірліктерінің әйел муфтиі. Әйелдерге арналған пәтуалар шығарып, елдегі әйелдерге қатысты мәселелерді шешумен айналысады. Ел астанасы Абу-Дабидағы ең танымал әйел. Оның уағыздарын тыңдауға бір уақытта 100-ден астам әйелдер жиналады екен. Жетпіс жасар Амина Вадуд әлемдегі ең алғашқы жұма намазды басқарған әйел имам. Ислам ғылымдарының профессоры, хафиз. Алғашқы жұма намазды 1994 жылы Кейптаунда өткізген. Ал 2005 жылы Нью-Йоркта жергілікті мешіттер бас тартқан соң апостолы Юан шіркеуінде ауқымды жұма намазды басқарды. Қазіргі таңда ақшта әйел имамдар басқаратын 3 мешіт жұмыс жасайды. Либералды исламның негізін қалаған Амина Вадудты әлемнің барлық әйел имамдары үлгі тұтатыны жасырын емес. Әлем қарыштап дамып заманында адамның да өзгеруі қалыпты құбылыс. Имамдар мен муфтилердің тек ер адам болуы керек деп ойлаған мен үшін әйел имамдар мен муфтилердің бар екендігіне таңғалғаным рас. Уақыт өте олардың саны көбеймесе азаймайтыны анық. Жаңа Қазақстанда әйел имамдарға орын табылар ма екен? Пікірлеріңізді күтем. Ауырмаңыздар.